Баршаңызға сәлем. Енді келесі танысатын функциялық блогымыз бұл бізде исключающий или және не деген логикалық инверсия. Қалай жұмыс жасайды? Не бізде әрдайым кірісте 0 болатын болса, егерде шығыста әрдайым яғни жоғары мән болады, 1 болып тұрады. Мысалы симуляциямен қарайық. Мінекей реле симуляциямен кіріске яғни i1 дәлі батырмасын баспадым, бірақ бізде шығыста q1 әрдайым 1 беріп тұрады. Тек қана батырман басқан бағытта батырман басатын болсам, тек қана онда q1-ден не істейді? Керісінше яғни мән өзгереді екен. 0-ден 1-ге өзгереді, 1-ден 0-ге өзгереді. Мінекей өшірсем керісінше қайттан қосылады екен. Міне бұл жерде блок нот осылай жұмыс жасайды. Яғни енді исключающий или q2-ге қосамын. Бұда міне a2-ге кірісте 1 болатын болса, бізде q2-де 1 бар екен. a3-те де басса да бар екен. Екеуінен біреуіне бар болса қосыла береді екен. Ал екеуіне қатар бірге екеуінен яғни сигнал түсетін болса, 1-де 1 жоғары мән, онда q2 бізге не істейді? Қосылмайды екен. Яғни исключающий или деген осылай жұмыс жасайды екен. Егер біреуінде ғана тек қана сигнал болатын болса, тек қана шығыста ғана 1 болады екен, шығысында. Екеуіне қатар келетін болса, онда қосылмайды екен. Ал бізде илиде керісінше болды. Илиде бәрі болды бізде. Илиде илиді қарайтын болса, қайтадан илиде де или qi5 немесе или i4-тен де сигнал түссе, бізде q4-те әрдайым не болады? 1 болады екен. Екеуін қатар қосылса да яғни өзгермейді мән сыртында, шығыста мән. Исключающийде керісінше болады екен. Исключающий илиде керісінше екеуінен бірдей ғана мән түсетін болса, онда бізде шығысында 0 болады екен, қосылмайды екен. Осылай жұмыс жасайды екен.